Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ерекше дәмді жасау жолы өте оңай сүзбелі мақ қосылған пирогтың рецебін ұсынамын. Қажетті ингредиенттерді видеоның описаниясына жазып өтемін. Ең алдымен бір шай қасық қамыр қопсытқышын ұнымызға қосып алып, ұнымызды илегіштен өткіземіз. Ұнымызға қантымызды қосамыз, бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Және де мен ванилин қостым. Ванилиннің орнына ванильді қантты қолдансаңыздар да болады. Енді осының барлығын қолымызбен үгітіп аламыз. Бір келкі етіп үгітіп алғаннан кейін бір жұмыртқамызды қосып қамыр илейміз. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамнан тәттілердің, салаттардың рецебін таба аласыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Қамырымызды илеп алғаннан кейін тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Маққа қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бір араластырып, 30 минутқа қалдырып қоямыз. Келесі кезекте сүзбемізге қантымызды қосамыз, 2 дана жұмыртқамызды қосамыз, және мен ванилин қостым. Қосу міндетті емес, не болмаса ванильді қантқа алмастырсаңыздар болады. Және де 2 ас қасық кукурузды крахмал қостым. Осы сүзбелі массамызды блендерден өткізіп аламыз. Бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Блендерден өткізіп алдық. Бізде ешқандай түйіршіксіз бір келкі масса болып шықты. Және де бұл массаны силиконды күрекшемен тағы да бір араластырып алдым. Осы сүзбелі массамызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Ең алдымен магымыздың суын сорғытып аламыз да, осы сүзбелі массамыздың кішкене бөлігін маққа қосамыз. Қосып бір араластырып аламыз. Біздің 2 түрлі салмамыз дайын. Келесі кезекте біздің үгітпелі қамырымызды формамызға жайып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 26 см. Қамырымызды бір келкі етіп осылай қолмен жайып шығамыз, және де жиегін жасаймыз. Ендігі кезекте біздің салмамызды қасықтап отырып кезек-кезекпен саламыз. 2 ас қасық сүзбелі салмамыз саламыз, және де 2 ас қасық сүзбелі мақты салмамызды салып отырамыз. Осылай біздің толық салмамыздың барлығын салып біткенше кезекпен салып отырамыз. Салмамыздың барлығын салып алдық, және де мен осындай шпажканың көмегімен ою жасап жүргізіп шықтым. Ол міндетті емес. Осы пирогымызды 180 градуста 40-45 минут уақыт аралығында пісіретін боламыз. Біздің пирогымыз дайын, толығымен пісіп шықты. Енді пирогымызды бөлме температурасына дейін суығанша формада қалдырамыз. Одан кейін форманы босатып, тағы да суығанша қалдырып қойыңыздар. Содан соң ғана ұсына берсеңіздер болады. Шаймен ішкенге өте дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын.